Дінді мазақ етушілердің ақыры. Дінді мазақ ету күпірліктің белгісі. Бұл мәселе бойынша қасиетті Құранда Хижр сүресі 94-96 аяттарында Алла тағала ардақты пайғамбарымызға ислам дінін тарату барысында мүшриктердің келемеждеу әрекетіне мән бермеу туралы баяндайды. Бұл аятта дінді мазақ етушілердің жақын арада қандай қиыншылықтарға душар болатын туралы ескертеді. Дінді мазақ етушілер бұл әрекеттерін мұсылмандарды әлсірету, олардың діни сенімін шайғалту үшін жасайды. Және Тәубе сүресі 65-66 аяттарында Алла және оның аяттары мен пайғамбарларын мазақ етушілер жайлы баяндайды. Бұл аятта Алла және пайғамбарларын мазақ етіп келемеждеу үлкен күнә тіпті күпірлікке алып баратын туралы ескертеді. Имам Бухари және имам Муслимде жеткен хадисте ардақты пайғамбарымыз расында адам кей кезде ойланбастан бір сөз сөйлеп, сол сөзі оны тозаққа жетелейді деген. Әсіресе дін құрметті болған бұл қоғамда дінді келемеждеу адамдардың арасында өшпенділік, тұрақсыздық алып келеді.